Нихао, көптеген қазақстандықтар Қытайдан қорқады. Қазақ халқы Бейжіңнің отаршылдық саясаты қазақ мемлекетіне қауіп төндіріп тұр деп ойлайды. Бірақ бұл шынымен де солай ма? Бүгін біз Қытай империясының қазақ еліне қандай қауіп төндіретінін біліп алайық. Әлемдегі екінші экономикасы күшті болып саналатын Қытай мемлекеті қазіргі уақытта жаһандық сипаты бар жобаларды жүзеге асыруға ұмтылуда. Бейжің мұндай экономикалық жобалары арқылы өз геосаяси мүдделерін қорғайды. Қытайдың әлемді жаулау идеясы әскери жолымен емес, жұмсақ күш саясаты арқылы жүзеге асырылып жатыр. Қытай билігі несиелерін берер алдында Қазақстанға жоғары талаптарды қоймайды. Мысалы, ақш-пен салыстырғанда Қытай демократия мен азаматтық құқықтарды қорғауды талап етпейді. Мұнымен қоса, Қытай несиелерінің пайызы өте төмен. Сондықтан қазақ үкіметі Қытайдан несиені көп алуда. Қытайдан Қазақстанға келіп жатқан капиталдың 90% несие болып саналады. Оны алғаннан кейін қайтару міндеті жүктеледі. Ал Қытайдан қарыз алғандардың халі не болады? Мәселен, 2017 жылы Шри-Ланка елінің 8 миллиард доллар көлеміндегі қарызы Қытайға тиесілі болған. Қытай елі қарыздың біраз бөлігін кешіріп, есесіне Хамбантота портын 99 жылға жалға алды. Міне, бұл Қытайдың қарыз саясаты. Осындай жолмен Қытай Африкалық Джибути республикасына миллиардтаған доллар беріп, сол мемлекетте алғашқы шетелдегі әскери базасын құрды. Қытай дамушы елдерге әдейі кең көлемде инвестиция жасап, оларды қарызды қайтара алмайтын жағдайға жеткізеді. Сосын қарызды кешіреміз, егер жер берсеңіз, порт берсеңіз, мұнай айлағын берсеңіз, алтын кенішін берсеңіз деген сынды өз шарттарына көндіреді. Олар тіпті аталмыш жолмен Аустралиядан Дарвин портын 99 жылға алды. Ал Қазақстанның қарызы ресми түрде 12,5 миллиард доллар екен. 12,5 миллиард доллар екен. Қайтара аламыз ба? Қандай жолмен? Қайтара алмасақ, Қытай өз шарттары бойынша ойнайтынын айтары анық. Осы жағдайда Қытай әскери базасының елімізде пайда болуына біз қалай қараймыз? Бұл мәселе жөнінде жұрт не дейді? Сұрастырайық. Я все-таки, надеюсь, Казахстан рассчитается с китайцами потихоньку и не даст им тот повод, чтобы они здесь установили свои базы или еще что-то. Они и так уже во многие структуры по всему миру залезли. Потому что это прежде всего потеря суверенитета. Қытайлар өздері өте қоғалық болып келеді ғой. Себепті олар әр жерге әскери база салса, мысалы Қазақстан жаулап болады. Они хотят завладеть Казахстаном, нашу власть забрать. Все у нас забрать, и чтобы Казахстан ни с чем остался. На нашей земле не должно быть никаких чужих баз, кроме российской, я так думаю, если до того дойдет. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, қазақ халқы Қытай әскери базасының Қазақстанда пайда болуына қарсы шығып отыр. Алайда басқа жағынан қарағанда, Қытай өзіне қарыз боп қалған елдерден жерді тартып алуға тырысады. Мысалы, Тәжікстан Қытайға 1 миллиард доллар қарыз болған. Нәтижесінде, Тәжікстан Қытаймен шектесетін даулы аймағын Қытайға беріп, қарызының көп бөлігінен құтылған болатын. Жалпы 1000 шаршы шақырым жер Қытайдың иелігіне кетті. Қызық екен. Егер біз қарызымызды қайтара алмассақ, бізде де дәл осындай сценарий болуы мүмкін бе? Қытай біздің қарызымызды кешіре ме? Мысалы, Жаркент, Қорғас пен Ават деген қалалар Қытай иелігіне кетсе, оған қалай қарайсыздар? Мен өз басым қарсымын. Қазақ жері тек қазақтікі ғана. Біздің жеріміз шетел мемлекеттерге берілмесін. Ал менің жерлестерім бұл жөнінде не ойлайды екен? Раздавать земли с страны — это, я считаю, преступление перед будущими поколениями. Я лично против, чтобы отдавать какие-то земли. И у нас настолько богатая ресурсами страна, что я не понимаю, зачем брать кредиты. Саясаттарын бұрмалап бізге көрсеткісі келеді, бірақ оның түп негізінде біздің ұлтымызды, жерімізді жойып ұлттығымыздан айыру. Олар негізгі саясат сол.
Мне, честно говоря, слышать в моем возрасте, что отдаем территорию, это нехорошо. Никто нас не поддержит, потом будут осуждать. Будет, наверное, забастовка какая-нибудь. Как я гражданин Казахстана, я даже с удовольствием пойду на эту забастовку. Чтобы часть Казахстана, даже малую часть не отдавали Казахстану. Я буду главой этой забастовки. Ну, я категорически против такого. То есть, чтобы отдавать нашу землю, которую вот кровью и потом защищали наши родители. Ну, вообще нарушать территориальную целостность суверенного государства неприемлемо ни при каких жизненных обстоятельствах. А что касается неспособности Казахстана вернуть долг, ну, придется заставлять скидываться там. У Тимурата, Акима, там еще нескольких ребят хороших. У них же наберется 12 миллиардов. Қытайлықтардан қауіп өте көп. Олар өзінің сауда саттығымен ақ осы әлемнің барлығын жаулап алады. Жерді шетелдік инвесторларға сатуға болмайды деп ойлайды Қазақстан азаматтары. Адамдардың пікірінше, үкімет Қытайға жерді сатса да, жалға берсе де, ол жерден міндетті түрде айырылады. Мысалы, Вьетнам Қытайға белгілі уақытқа жалға берген жерін кері қайтара алмай жатыр. Мұнымен қоса, қазақ халқы Қытайдың демографиялық экспансиясы өте қауіпті деп сескенеді. Қазір Қытайда 100 қызға 121 ұл туылады екен. Сарапшылардың айтуынша, Қытайдағы ерлердің санының басымдығы жалпылай алғанда миллиондап есептеледі. Бір сөзбен айтқанда, 30 миллион қытайлық ер азаматқа қыз келіншек жетіспейді. Сондықтан қытайлық жігіттер әйел алу үшін көршілес мемлекеттердің қыздарына көз салып жүр. Соңғы 5 жыл ішінде мыңдаған мьянмалық қыздар Қытай азаматтарына тұрмысқа шығуға мәжбүр болған және олар қытайлық азаматтарға бала тауып беруге міндетті болған. Алайда қазақстандық қыздар да қытайлық жігіттерді қызықтырады. Қазақ қыздары өте сұлу, нәзік, жоғары білімді. Сондай-ақ олар ата-аналарын, үлкен кісілерді сыйлайды, отбасыларын жақсы көреді. Қытай қыздары да дәл сондай. Сол себепті Қытай ер азаматтарының қазақ қыздарына қызығушылықтары үлкен. Мысалы, жақында ғана Астанадағы некелестіру агенттіктерінің бірі қазақ қыздарына қалталы қытайлықтармен танысуға ұсыныс жасай бастады. Кейбір қазақ қыздарының елімізге келген Қытай ұлты өкілдеріне тұрмысқа шығып жатқаны бәрімізге белгілі жағдай. Осы орайда Қытай ер азаматына тұрмысқа шыққан Айжан Райымбекованы мысал ретінде келтіре аламыз. Енді қазақ елінде туып өскен қарындасымыз Қытайды өзінің екінші үйі деп санайтынын жасырмайды. Әрине қазақ жігіттері мұндай келеңсіз тенденцияға қарсылық білдіріп жатыр. Жақында ғана қазақ жігіттері Қытайға тұрмысқа шықпақ болған қыздың тойын болдырмай тастады. Тойын болдырмау үшін мыңнан аса қазақ жігіті жиналған екен. Қытайға қарсы науқан аясында қазақстандықтар жиі қақтығысты ұйымдастырып жатыр. Шымкентте қазақ және Қытай жұмысшыларының арасында жанжал туындады. Бұл келеңсіз оқиға Шымкент мұнай өңдеу зауытында орын алды. Аш, есті. Секір. Сен қазақсың ма? Қазақпын. Біз мұсылман еліміз білесің. Мұсылман еліміз. Бұл жерде бұндай Былай айт. Бізде ешқандай неміз жоқ сіздерге, да? Жаман неміз жоқ. Просто Жұлдызды, Шымкентті, қазақ елін босатып Қытайға қайтыңыздар. Осылай айт, болды. Біз ешкімге тиіспейміз, ұрмаймыз. Бейбіт мақсатта кет қайтсын болды. Если қайтпаса, қырамыз, жоямыз. Ал мына жігіт қытайлықтарды себепсіз абыройына тиетін сөздермен боқтап тастаған. 쓰면은 거기에 우리 도착해. 도착 되면서 되게 телефон에 сөз отқан бала. 여보세요? 아직은 10대면 둘이. 우리 택시 있어, 택시. 이 고착은 심시. 나 그거 가면 봤어. 봤어. 원래 단돈이 없어 내가 좀 뺏긴 малсыңдар. Малсыңдар. Давай, мал. Ал келесі бейнеде қазақстандық жұмысшылар Қытай азаматына қысым жасады. Короче, он заебись! Не поел, мужик. Да? Да. Хороший, да? Сними. Хороший, да? Все, понял, да? Понял, да? Окей, все, да? Понял, нет? Тише. Ты с какого года? Ты какой? Сколько лет? Да. Я 20. Какой? Я 25. 25 old. How old are you? Ты сколько лет?
Проебал, блядь, нам. Какой? Вот цика. Какой? Какой, да? 42, да? Ты 42, но, блядь, ты долбоёб, понял? Нахуй, снегам, блядь. Мен мына жігіттердің келеңсіз әрекеттерін айыптаймын. Мен өз басым құрлаушылық пен зорлық зомбылыққа қарсымын. Мейлі Қытай, орыс, француз болсын, адам өмірінің ең басты құндылығы ол сол адамның өз жаны. Меніңше, ұлтқа бөлінбеуіміз керек. Ал ондай жағымсыз әрекеттерді көру расымен де жеркенішті. Әйтсе де, ксенофобияның таралу себептері де бар. Неге кей қазақтар қытайлықтарды жек көреді? Өйткені Қытай компаниялары қарапайым жұмысшы ретінде Қытай азаматтарын жалдауға тырысады. Қазақ елінде бірінші кезекте біз бен сізді, яғни қазақтарды жұмысқа алу керек. Ал басшылық қызмет қытайлықтарға бұйыратын сияқты. Сондықтан барша отандық жастар жұмыссыз жүр. Демек, кедейшілік жек көрінішті туғызады. Осыған қоса тілдік кедергі, мәдениет пен дін айырмашылықтары, Қазақ пен Қытай жұмысшыларының арасындағы айлықтар көлемінің айырмашылығы жанжал туғызады. Осыдан барып қазақтар қытайлықтарға сақтықпен қарайды. Биліктегі органдар мұндай жанжалдарды болдырмас үшін тиімді жағдай жасауға тиіс деген ойдамын. Әйтпесе бұның салдары қайғылы жағдаймен аяқталуы да мүмкін. Енді қыздардан Қазақ пен Қытай арасындағы некеге қалай қарайтындығын сұрастырайық. Қазақ қыздары мен Қытай азаматтары арасындағы неке қатынастарына қалай қарайсыз? Енді әр адам өзі біледі ғой, қандай ұлттарға там шығатынын. Соны ойлаймын, жақсы қараймын негізі. Өзінің әр адамның өз мақсаттары болады, там өз ойлары болады. Қазаққа тию негізі шарт емес қой. Мысалға, қазақ ол әрдайым қазақ болу керек, қазақтың қаны тек өзінің қазақтың болу керек. Ол мысалға қазір Қытайлар қазаққа осы біздің Қазақстан жеріне келіп жатыр, оны да құптамаймын негізінде. Қазақпыз ба, қазақтың ұрпағын көбейту керек деп ойлаймын. Ол жақта араласқан бізге керек емес. Меніңше, мен де қарсы сияқтымын, өйткені әр адам өз қанын жалғастыру керек. Ол қанша жерде махаббат болса да, ұлтының, елінің алдында парызы болады ғой. Сондықтан қазақ азаматтар тұрған кезде басқалардың керегі жоқ сияқты меніңше. Себебі қазақтың қызы болғандықтан ол қазақ ұлтына ғана шығу керек, себебі ұлттың болашағы тек қыздарға ғана байланысты. Вы сами не исключаете такой вероятности, что ваш будущий муж будет китайцем? Ну, не знаю. Нет, не исключаю. А как вы относитесь к мужчинам, которые, наоборот, критикуют казахских девушек за то, что они выходят замуж за китайцев? Мне кажется, это неправильно, потому что, во-первых, девушки не их собственность, во-вторых, каждый вправе за кого выходить. Былай қарасам, медициналық тұрғыдан да дәлелденген нәрсе. Сол үшін өзіміздің келешектегі болашақтағы ұрпақтардың таза болу үшін қазақ пен қазақ болған дұрыс шығар. Қытайлықтарға есі дұрыс қыз болса, шықпас еді негізі. Қытайларды мен өз басым таза ұлт деп ойламаймын. Өйткені олар жаңағы неше түрлі бәлелер жейді, тағы бірдеңе. Не жейді? Жаңағы бақа шаян деген сияқты. Я против того, чтобы китайцы женились на казашках. На казашках. Ага, ясно. А почему? Потому что китайцы долбают. А как вы считаете, китайская кухня вкусная или нет? Отвратительно. Айтпақшы, Қазақстан билігі Қытайға ерекше жылылықпен қарайды. Мысалы, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Кәрім Мәсімов Қытайша бұлбұлдай сайрайды. 再次向所有出席会议的来宾表达我衷心的问候。 Ал Дариға қазақстандықтарды белсенді түрде Қытай тілін үйренуге үгіттеп жатыр. Осыдан бары болашақта Қытай тілі орыс тілімен қатар маңызды болса, таң қалмаймын. Өйткені тіпті қазіргі елбасымыз Тоқаев та Қытай тілінде емін еркін сөйлейді. Жалпы қазіргі таңда Қытай біздің стратегиялық серіктесіміз болып саналады. Қазақстан Қытай инвестициясыз табысты түрде экономиканы дамыта алады дегенге күмәнім бар.
Өз басым Қытай мен Қазақстан арасындағы жақсы қарым қатынастарды қолдаймын. Мен қытайлықтарға қарсы емеспін. Қытайдан қорқудың қажеті жоқ. Бірақ Қытаймен достықта бола тұрып, біз өз ұлттық мүдделерімізді белсенді түрде қорғауға міндеттіміз. Бейжіңнің біздің қарызымызды ешқашан кешірмейтінін ұмытпауымыз керек. Не болса да, алынған несиені қалай да қайтаруға тура келетіні рас. Шенеуніктеріміз Қытайға қарызды еш зиянсыз қайтарып береді деген үміттемін. Қытайдың еш әскери базасы Қазақстанда салынбайды, және де біз өз жерімізді ешкімге бермейміз деп үміттенемін. Мен баршаңызды бейбітшілік пен достыққа шақырамын. Егер сіздерге осы бейнеролик ұнаса, арнаға жазылыңыздар және лайк басуды ұмытпаңыздар.